сіздерге қазір рахат ала келетін нәрсенің бәрі түбінде үлкен азапқа апарады, үлкен қайғы қасіретке апарады. Қазір рахат алып жүрген нәрселерің, қазір рахат алатын нәрселерің, майлы тамақтан рахат аласыңдар ма? Ол неменеге апарады? Гипертония, гастрит, осыған апарады, оны семіздікке апарады, да? Сахарный диабетке апарады. Тәтті нәрседен рахат аласыңдар, осының бәрі ауруға апарады. Ұйықтағаннан рахат аласыңдар, 8, 9, 10-ға дейін ұйықтасаң, рахаттанып тұрып ұйықтайсың, да? Ол кедейлікке апарады. Сериал көруден рахат аласың, кедейлікке апарады. Инстаграм, ютуб шұқыладан рахат аласың, кедейлікке апарады. Енді не істеу керек? Осы жерде өте маңызды нәрсе. Жүгіруден рахат алу керек. Таңертең 5-те оянғаннан рахат алу керек. Содан қазір кішкене қиналыс әкелетін нәрседен рахат алып үйренсеңдер, сендер бай бақуатты адам боласыңдар. Қазір рахат әкелетін нәрседен жеркеніп үйренсеңдер, бай бақуатты адамға айналасыңдар. Майлы тамақты көргенде жеркену керек, мороженді көргенде жеркену керек, арақ шарапты, сыра, кола, пепси коланы көргенде жеркену керек, жатқан адамды көрген кезде жеркену керек, бос отырған кезде өзіңді бір қор, шымо адам сияқты санау керек, ұрысып жатқанда соның бәрінен адам жеркену керек. Ал қысқасы мынандай резюмесі. Қазіргі кішкентай рахат әкелетін нәрсе түбінде үлкен азапқа апарады. Қазір сендер рахат алып жатқан жеңіл нәрсемен айналысу түбінде үлкен азапқа, қарғысқа келеді. Ал қазір кішкене қиналыс әкелетін нәрсе, қазір саған қиналыс әкеліп жүрген нәрсе, түбінде сонымен дұрыстап айналыссаң, түбі сені бай, бақуатты адамға айналдырады. Енді үйренетіндерің, қазір саған қиналыс әкелетін нәрседен рахат алып үйрену. Сол кезде өмір кайфқа айналады. Жалпы өмір сүру кайфқа айналады. Жұмыс істеу кайф, жүгіру кайф, білім алу, кітап оқу кайфқа айналады да, бүкіл өмірің жасампаз өмірде рахатқа айналатын боласыңдар.